Аса немесе асатаяқ. Ислам дінінде маңызды символдардың бірі. Көбінде мұсылмандарға аса Құрандағы Мұсаның қиссасынан танымал. Құранда Мұсаның асасы 10 аятта кездеседі. Аса ұстау пайғамбарымыздың да сүннеті. Хадистерде пайғамбарымыздың асаны күш пен әділеттіліктің символ ретінде ұстап жүргендігі, жұма құтпаларында сүйеніш ретінде қолданғандығы айтылады. Сопылықта да асаны пайғамбарымыздың сүннеті ретінде тарихат пірлерінің ұстағанын айғақтайтын деректер көп. Соның бірі қасиетті Маңғыстау аймағының мәшһүр әулиесі ұлы ұстазы Баһадүрі Пірбекет атаның аса таяғы. Сол Хиуа қаласындағы Шерғазы хан медресесінде оқыған, өзінің жаңағы ұстазы Пақыржан қажы деген кісі болып, тікелей қожа көрінеді. Сол Хасан Хусейн Мұхаммед пайғамбарымыздың Али Хазіретінен тарайтын ұрпақтарының бірі. Соған назары ауып, соның өзінің бітіміне, ерекшелігіне, өзінің алғырлығына қарай батасын беріп, сөйтіп жіберген атамыз ғой. Бүкіл күллі мұсылман қауымына аты мәшһүр. Бекет ата өзінің аса таяғын міне осы Бақыржан пірінен алған. Бүгінде Пірбекеттің бұл аса таяғы ұрпақтарының қолында қасиетті жәдігер ретінде сақталуда. Аяпбергенұлы Бердіхан дейтін ағамыздың үйінде Бекеттің Бәйтел атасынан тарайды, тікелей ұрпағы. Соның үйіндегі тұрған аса, бұл да сол ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан аса таяғының бірі дейді. Мен Сандыбеков Ақылбек Бердіханұлы, Бекет атамыздың 8-ші ұрпағымын. Қазіргі таңда мына асаның есімін, бұл аса бізге Бекет атамыздан бері қарай бар, енді ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келатыр. Бекет атамызға ұстазы Пақыржан қажыдан келген. Жалпы сопылық ілімде пірлерінің ілімін алып, сілсәләсін, яғни тізбегін жалғастыру мәртебесіне ие болғандарға пірлерінің сәлде мен шапан жабу рәсімі бар. Асатаяқ беруде осындай рәсімдердің бірі болған. Бекет атаның өзі де пірлік мақамға жеткендіктен өзі де талай шәкірттер тәрбиелеген. Әр өзінің сілсаласын арғарай тарату үшін, арғарай ұстанып кету үшін асатаяғын батасымен сөйтіп шәкірттеріне беріп жалғастырып кететін сияқты. Бекет атаның асатаяғы деп бірден көп асаның шығуы да осыдан. Тағы осындай бір Бесқаладан бір ағайын кісі көшіп келіп, Түркпенбай дейтін марқұм болды. Ол да сол Бекеттің Жайлау дейтін атасынан тарайды. Оның да қолында бір кішкентай асатаяқ болды. Лабораторияда үлкен сараптама экспертизадан өткізген, соның қорытындысы бар. Яғни жаңағы асатаяқ 1600 жылдардың екінші жартысында сол Иран қаласында жасалған деген металлын сөйдеп айтып қорытынды жасаған. Сол сияқты біздің атаның да асалары болған болу керек. Ол тек бір аса болды дегенге мен өзім көп нана қоймайым. Бірнеше аса болған болуы мүмкін. Мен білген жерде бір 2 асасы қабары шығады. 3-ші аса жөнінде ол бір көмілген екен, содан кейін табылмай кетті дейді. Оның бірақ мен оларға күдік келтіре алмаймын, қай асаға да. Қорытындылай келгенде ел арасында Пірбекеттің аса таяғы деп бірнеше асаның табылуы, Пірбекет атаның да өзінен кейін жолын жалғастырушы, ілімін жаюшы, пірлік мақамға жеткен көп шәкірттерінің де болғандығын көрсетеді.